Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен тіс ауырғанда тез қойдыртатын рецептпен бөлісемін. Үйде қарапайым заттармен жасалынады. Ең бірінші бізге жылы су және ас содасы қажет. Жылы қайнаған су қажет. Міне. Осылай суды құйып аламыз ас содасына, бір қасық ас содасына. Одан кейін ас тұзын қосамыз. Бұл рецепт бірден қойдыртпаса да 10-15 минутта қойдыртады. Осылай жақсылап араласқаннан кейін үйіңізде бар йодты қосасыз. Бұл әдіс уақытша қойдыртады. 2-3 тамшы йод қосасыз. Егер осы әдістен кейін тісіңіздің ауырғаны қайталанып жатса, онда дәрігерге жүгінуіңізге тура келеді. Осы сусын дайын болғаннан кейін мақтаға кішкене 1-2 тамшы құйып тісіңізге қойсаңыз болады. Ауырып тұрған тісіңізге болмаса, аузыңызды 2-3 рет шайшаңыз болады. Достар, маған подписка жасап, лайк қойды ұмытпаңыздар. Болашақта жақсы лайфхактармен және рецепттермен бөлісетін боламын.